ішесіңдер ғой, сол кезде оң қолмен ішкен жақсы көрсін. Оң қолмен. Неге дейсіңдер ғой, білесіңдер ма? Неге? Мұсылман әдебі бойынша оң қолмен ішеді екен, оң қолмен жейді, а сол қолмен не істейді? Сол қолмен, мысалы, кішкене ластау нәрселерді істейсің. То есть не істейсің? Мысалы, сүңгіресің ғой. Сүңгіресің, оң қолмен сүңгірмейсің, сол қолмен сүңгіресің. Мұны жұқлайсың енді, құлақ жұқлайсың, сол қолмен. Сөйлесем, даже оң қолды, мысалы, жумасаң да, ұмытып кетсең де, бірінші жеп қойсаң да, оң қолың таза да, оң қол всегда таза нәрсені ғана жасайды. Түсінікті, сондықтан оң қолмен ішіп, оң қолмен жеген абзал. А сол қолмен жемейміз мұсылмандар, сол есте сақтаған керек. Ол дана.